Асқат Өмірбай, аялдама. Дала үскірік аяз, бет қариды. Апта бойы жапалақтап жауған қар, екпіні басылғанымен ауа райы күрт бұзылып, соңы алай-дүлей боран құласқан. Теріскейден соққан желдің түрі жаман. Жолға күртік қарды үйіп төгіп салады да күсөн бұлатады. Ал кейбір жері қутақыр. Мұндайда табанның асты тайғанақтап, өкпектеп соққан ызғарлы жел әрі-бері теңселтіп құлата жаздайды. Шығыстың табиғаты қатал. Тарбағатай тауының әсері мекен Үржар өңірінде қар қалың жауады. Кей жерлерде тіпті күресінге лақтырылған қардың көптігі сонша туннелдің ішімен келе жатқандайсың. Әрине, бұл үй маңындағы жағдай. Ал жолдың бойын зымыстан үрлегендей күртік қар қатпар-қатпар етіп жауып тастайтынын қайтерсіз. Мұндайда көлік қатынасы қиындайды. Ауылдан аудан орталығына жетіп, азық-түлік алудың өзі мұң болады. Тау етегіндегі ауылдар үлкен қар тазалағыш техника келгенін күтіп жата ма? 5-6 атты белуардан келетін қарға қарай айдап, жол ашып жатқаны. Қысқасы, қыс келсе бейнетті тірлік басталады. Таңертең ауылдан аудан орталығы Үржарға автобуспен жетіп алмақ болған ана мен бала ерте қамданды. Шамның жарығымен апыл-ғұпыл шайларын ішіп, көліктен қалып қоймауды ойлап, жаяулатып шықты. Аспанды бозғылт тұман торлаған, дала әппақ. Кеше кешкісін ауылға келген көліктің жолын боран үрлеп, жан жүрмегенде жымжылас қылған. Бала жалғас артына қараса, жаңа басқан іздерін жел қуып жетіп, өшіргіштей өшіріп барады. Әйтеуір жолдың үсті ашық екен. Әкесі Қанай бүгін таң бозынан ауылдың арғы бетіне мал бағуға кеткен. Шешесі Жұмагүл үнсіз келе жатыр. Мұның қолынан ұстап аялдамаға қарай ілгері адымдай түскен. 30-дан жаңа асқан ананың үстінде қоңыр ескілеу пәлте, басында қоңыр шәлі, аяғында қара пима. Жалғастың үстіне кигені көк куртка, басында сәнді малақай, бұтында джинсы. Үйден аяғындағы былғар етігінің ішінен қабаттап жүннәски киіп шыққан. Әйтеуір тоңып қалмаудың амалы. Екеуі беттерін қолғаппен бүркесе суық жел шыдатпайды, ал аялдама ауылдан бір шақырымдай жерде. Бүгін аудан орталығына баратын ешкім көрінбеді. Жол үстінде тек екеуі ілбіп келе жатты. Бастарын аққырау шалған, қасқыр құйрықты қарағайлар мен қолтырауын тінді қарағаштар ғана қараңдап көрінеді. Бір-бірінің қолынан ұстап, аялдамаға да жетті әйтеуір. Екеуі аялдаманың ішіне кіріп паналағандай болды. Әйтсе де қар ұшқыны мұнда да кіріп кетіпті. Сәндік үшін жасалған саңлаулардан желпіп жел үреді. Ана мен бала күрк-күрк жөтеліп келетін сары автобусты күткелі жарты сағаттан асып кетіпті. Мама, автобус бүгінде кешігіп жатыр ғой, деді жалғас, суықтан үрпиіп, екі аяғын алма кезек ұрғылап. Қолғабын шешіп, жаурағаннан қызарып кеткен қолдарын үрледі. Кішкене шыда балам, қазір келіп қалар, жарықтық мына жолда қардан шыға алмай жатқан шығар, әйтпесе ендігі келер еді ғой. Жалғас биыл 6-шы сыныпқа көшкен. Оқуда озат, тәртібі жақсы. Сыныптастарының алдында беделді. Оқу секторы. Арманы тезірек оқу бітіріп, әкім болу. Шіркін-ай, тезірек әкім болсам ғой, дейді іштей. Егер мен әкім болсам, ауылға жиі қатынайтын жаңа автобус жіберіп, жолдың екі қапталын жел, қар баспайтындай етіп қорған салар едім. Немесе жолдың екі жиегіне көп қылып ағаш ектіретін едім. Сонда үлкендер де, балалар да біз сияқты қарлы боран құрынып тоңбас еді. Екеуінің көзі жолда. Қанша қарайлағанымен бірде-бір көлік көрінбеді. Мама, үйге қайтайықшы. Мен қатты тоңып кеттім. Автобус кешеде келген жоқ, бүгінде келмейтін шығар. Тоңып қалдың ба құлыным? Келші бері, бет-қолыңды жылытайын, сосын үйге қайтамыз. Анасы баласының бет-қолын ысқылағанда әжептәуір жылынып қалған сияқты. Олар аялдаманың ішінен шығып, үйге қайтпақшы болды. Кенет ана жүрегі селк етті. Әлденеден секем алғандай бір уыс жүрегі дүрсілдей жөнелді. Жалмажан жан-жағына қараса, қарағайлардың арасынан бір топ қасқыр осылай қарай анталап келе жатыр екен. Шамасы, бұлардың ешқайда қаша алмасын сезіп, асықпай жемтігін аңдып келетін секілді. Ойбай, жалғас, қасқыр ғой, тезірек аялдаманың үстіне шық, бол құлыным, тезірек. Ана аялдамаға бірінші өзі емес, баласын шығармақ болды. Қас пен көздің арасында жалғас аялдама саңлауынан ұстап жоғары ұмтылды. Жалғыз ұлын жоғары итерген ана
бар күшін салды. Осындай қысылтаяң сәттерде адамның бойында күш-қуат көбейіп кетеме, баласының аяғын иығына қойып, ана бар күшімен аялдама үстіне мінгізбек болды. Қос қолымен жоғары itергенде жалғас қар басқан төрт бұрышты плитаның үстіне әупірімдеп шықты әйтеуір. Енді анамды қасқырларға тигізбей шығарып алу керек деп ойлады. Қараса, маң даланың аш бөрілері жақындап қалыпты. «Мама, қолыңды бер!» Жалғас плитаға етпетінен жата кетіп, қос қолын бірдей ұсынды. Қолдарын анасына созғанда үлпілдек қардың күміс ұшқындары күн сәулесімен шағылысып, Жұмагүлдің бетіне шашырады. Ананың тыныс алуы қиындап, аяғы тартылып қалғандай қозғалар емес, тек денесі дірдек қағады. «Маматай, қолыңды бер, қасқырлар келе жатыр. Тез, болсаңшы!» Жалғастың көзінен ыстық жас ыршып кетті. Анасы аялдаманың саңлауынан екі қолымен тырмыса ұстап, бір қадам алға ұмтылмақшы болды. Кенет қасқырлардың біреуі анталай ұмтылып, ананың аяғына бас салған. Екпінмен келген арлан Жұмагүлдің қара пимасының далдулын шығарып өтті. Шошынған ана ойбайға басты. «Мама!» Жалғас даланы басына көтеріп айқайлап жіберді. Бас төмен салбырап, қос қолын анасына соза түскен ол төбеден жерге ауып кете жаздады. Қолы анасының алақанына сәл жетпей қалды. «Мама, қолың созшы, көмектесемін, мама!» Ал Жұмагүл болса, түз тағыс аяушылық білдірер дегендей, аналық мейіріммен үміттене қарады. Жасқа шыланған қос жанары мөлдіреп, азулы қасқырдан көмек сұрағандай. «Іштей, жанымдай ай көр, шиттей баламның қызығын көрейін. Жарық дүниедегі бар қызығым осы ғой. Маған өлім емес өмір сыйла» деп жалбарынғандай еді. Ана зор үмітпен көкжалдың жанарына тайсақтамастан бір мезет қасқая қарап қалған. Ал көкбөрі болса, мейірім тілеген ананы түсінбестен, ырылдап, азулы тісін ақситып жоғары қарай ұмтыла берді. Шошынған ана аялдама үстіне шыға алмасын, әрі баласының көмектесе алмайтынын біліп, саңлаудан мықтап ұстай берді. Ішінен, «Жаным баламнан артық па? Төбеге өзім бірінші шықсам, баламды қасқырлар жеп кетпей ме? Жалғас итеріп көмектессе, өзім тырбансам, бірдеме қылып төбеге жетер едім-ау. Бірақ қасқырлар жақындап қалды ғой. Үлгермес едім. Жас өмірді жауыздарға қия алмаймын. Алса менің жанымды алсын», деді күбірлей. Өлім мен өмір арасы бір-ақ қадам екенін сезгенде Жұмагүл еңіреп жылап жіберді. Мына аялдама соның өл арасы секілді. Қас пен көздің арасында ойы сансаққа жүгірді. «Тағдырым маған не сыйлар екен? Баламның қолынан ұстасам, жалғызым төбеден құлап кетіп, мұна аш бөрілерге жем болмақ. Өзімді өзім құтқара алмасам, шиттей бала қалай көмектеспек? Жоқ, баламнан көмек сұрап, оны аш бөрілерге азық қыла алмаймын». Ананың қолы еркін жетіп тұрса да, баласының көмегін алмады. Аяздан тоңған қолдарынан әлгетіп қарысып та қалған еді. Осы кезде қасқырлар да жетіп, екпінмен секіріп ананың аяғына ұмтыла берді. Әккі көкжал қайралған пышақтай тістерін ақситып, ананың аяғынан кірш еткізіп тістегенде, даланы күңіренткен азалы дауыс шарылап кетті. Ана қасқағым сәтте есінен ауысып, талқысып, аяқ қол әлсіреп, жердегі аппақ қарға шалқасынан құлай берді. Мамалап күңіренген бала дауысы тірі адамның сай сүйегін сырқыратардай маң даланы шарлап кетті. Анасының денесін паршалап жатқан 5-6 қасқыр жаққа қарай алмады. «Көмектесіңдер» деп бар даусымен айғай салды. Етпетінен плитаны жапқан ақ қарға жата кетті. Жып-жылы беті қарға тигенде суықты түк сезбеді. Көзінен сорғалаған ып-ыстық өкініш жасы қар дертердей. Қар ішінде өксіп өкіре жылады. Анасына көмектесе алмағанына бір өкінсе, өзінің тым кішкентай болғанына екі өкінді. Анасының өлі денесін бөлшектеп жатқан қасқырларды үркітем деді ме, әлде жаратылыс рухы бір екенін есіне алды ма, жалғас көк бөрше ұлып сала берді. Ұлый берді. Зарлы даусы мажайғауға шыққан ауылдықтарға да жетті. Аялдама жақтан естілген айғайдан бір жамандықтың, сұмдықтың болғанын сезіп, жұрт жағасын ұстаған. Көп ұзамай жалғастың бақырғаннан даусы қарлығып, талқысып кетті. Арада сүт пісірім уақыт өткенде, жандарына ерткен тазылары мен төбеттері бар, мылтықтарын иықтарын асқан 3-4 салт атты осылай қарай шапты. Ауылдастар атқа қамшы салып, аялдамаға жетіп келсе, айнала түгел қан екен. Ақ қар қызыл қанға боялған. Қасқырдың исін сезген ауыл иттері абылай жөнелді. Жігіттер қасқырлардың ізін көріп, қарға шашыраған қанды бойлай жоғары өрлей бергенде,
киімі жыртылған, етінің парша-паршасы шығып, сүйегі ғана қалған мүрдені көрді. Бет-әлпетінен ауылдағы Қанайдың әйелі Жұмагүлдің өлік екенін таныды. Жігіттері терең демін алып, ат үстінде беттерін сипады. Батылырақ біреу аттан секіріп түсіп, өліктің үстін үнемі аттың артындағы мөшектің ішінде жүретін ескілеу матамен жапты. Барлығы тегіс жиылып, дереу жотаның үстіне шығып, айналаны көзбен шолды. Әккі қасқырлар ізім-қайым жоғалып үлгеріпті. Иттердің үрген даусынан жалғас есін жиып, аялдаманың үстінде қар жамыла жатқан күйі «Мама!» деп айғайлап жіберді. Арт жақтан шыққан оқыс дауыстан салт аттылар кері бұрылды. Біреуі тезірек атпен шауып келіп, аялдама үстінде үсікке ұрынып, анасынан айырылып, еңіреп тұрған жалғасты көтеріп алды. Үсті басын тонмен қымтап, ер тоқымның алдына салып ауылға қарай шапты. Әбден шошынып қалған жалғас 2 айдан астам уақыттан соң қалыпқа келіп есін жиды. Жәміш апасы ем-домын жасап, жанын аман алып қалыпты. Атасы Балқыбек қайыстан 6 дырау қамшы өріп қойыпты. Немерем өскенде осы қамшымен қасқырлардың жонынан таспа тілеттейді. Ал әкесі Қанайдың жүзін әжім шалып бүгіліп қалыпты. Көктем шығып, жер аяғы кеңген соң, анасына өлім, өзіне өмір сыйлаған аялдамаға жүрек сынып әрең барды. Әрине, жалғыз барған жоқ, әкесімен бірге барды. Жалғыз баруға жүрегі дауаламады. Қыста алай-дүлей болған осы маң түк болмағандай тынши қалыпты. Адырлардан көк шығып, жылғалардан су ағып, көктемнің самал есетті. Анасын қасқырлар тартқан жерлерге қып-қызыл қызғалдақтар гүлдепті. Жалғас аялдамаға көз тастап ұзақ үңілді. Іштей, анамай, қайран анамай, егер көктем кезінде қасқырларға тап болсаң, жеңіл киіммен аялдама үстіне оңай шығып кетер медің? Саған көмектесе алмағаным үшін көп өкіндім. Өз-өзіме әлі өкпелеп жүрмін. Сен мәңгілікке бізден алыстап кетсең де, жанымда жүр деп сенем. Бақұл бол жан ана, сенің арқаңда әлемнің жарқын көріп келем. Ана, мен сені сағындым. Өзіңді ешқашан ұмытпаймын деген сол еді. Көзіне жас үйірілді. Бірақ әкесіне көрсетпей, жеңінің ұшымен сүртіп тастады. Қыста көкжалдар анасын сүйреп кеткен жаққа қарайлап бетін сипады. Көк бөрі секілді ұлығысы келді. Асқат Өмірбай, оқыған Сұңғат Ғазиз.